Сәлем баршаға, қалдарыңыз қалай? Менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздерге мен өзімнің кезекті мастер-классымды ұсынғалы отырмын. Бір жасағаннан керемет болып шығатын егер саусақтары тәттісін бірге жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, лайк, комментарий қалдырып кетіңіздер. Ең алдымен біз таза ыдысымызға сүтімізді құямыз. Дәл сол ыдыспен ыдысқа тура солай су құйып, майымызды салып, жақсылап майды ерітетін боламыз. Ыдысымыз баяу отта тұруы қажет. Қатты отқа қоюдың қажеті жоқ. Дәл осылай баяу еріткен дұрыс. Осылай ертіп болғаннан кейін біз сол ыдыспен ұнымызды салып, жақсылап іртік болмайтындай етіп тоқтамай араластыруымыз керек. Вилкамен де, венчикпен де араластырсаңыздар болады. Тек қана арасында іртік қалып кетпеуі керек. Осылай араластырып болғаннан кейін астын өшіріп, жұмыртқамызды бір-бірден салып, жақсылап араластыратын боламыз. Міндетті түрде жұмыртқаны кезек-кезек салыңыздар. Барлығын бірге салуға болмайды. Жұмыртқаны салған сайын осылай тез-тез араластырып тұруымыз қажет. Жұмыртқалардың барлығын шығарып, осылай жақсылап араластырып алдым. Сосын біз оны арнайы кондитерский мешокқа салып, тестімізге өз қалауларыңыз бойынша формамен құйып шықсаңыздар болады. Мен осылай өзім қалауым бойынша құйып шықтым. Барлығын құйып болғаннан кейін біз оны 180 градуста 10-15 минутта пісіріп алатын боламыз. Достар, қараңыздаршы, менің палышкаларым өте жұмсақ әрі керемет болып пісіп шықты. Осылай көтеріліп пісіп шығуы қажет. Енді мен креміне сливкиді қосып, сосын сахарный пудраны салып, екеуін жақсылап миксерлеп араластырып алдым. Менің сливкиім өз формасын осылай жақсы ұстап тұр. Сіздер де осылай жасаңыздар. Одан кейін палышкаларымызды осы кремімізге батырып, ақырындап құрастырып шығамыз. Мен осылай видеодағыдай құрастырдым. Сіздер де өз қалауыңыз бойынша құрастырсаңыздар болады. Мінеке осылай құрастырып болғаннан кейін мен шоколадты ерітіп, бетіне осылай құйып шықтым. Сіздер де осылай әсемдікке шоколад қолдансаңыздар болады.
басқа да заттарды әсемдікке қолдануға болады. Ал достар, ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Рецепт ұнаса лайк, комментарий қалдырып, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Менің YouTube каналыма тіркеліп қойыңыздар. Алдағы уақытта сіздерге керемет рецептермен бөлісетін боламын. Назарларыңызға рахмет.